Бисмилlah, вальхамдулилlah, вассалату вассаламу аля расулилlah. Ассаламу алейкум, құрметті бауырлар. Мединалық курстың екінші томы, 9-шы сабақ. Ад-дарсу тасиу. 9-шы дәріс. Мына жақта мәтін берілген. Мен өзіңіз менен бұрын бір сөйлемнен оқып аулар отырыңыз. Паузаға басып, мен оқыған кезде видеоны жалғастырып тексересіздер. دخل المدرس الفصل ووجد فيه 15 طالبا فقط فقال لهم оқытушы мұғалім сыныпқа кірді және онда сыныпта 15 оқушыны ғана байқады. Ваджаданы негізі тапты ғой мағынасы. Мына жақта байқады, көрді деген мағынада алсақ болады. Оқытушы сыныпқа кірді және онда тек қана 15 оқушыны ғана байқады. Оларға айтты: فقال لهم أين الطلاب الجدد الخمسة الذين جاءوا أمس. Мына кеше جاءوا келді. الذين جاءوا келген. Кеше келген 5 жаңа оқушы қайда? قال عبد الله Абдулла айтты: حضروا اليوم وخرجوا قبل قليل. حضروا деген келді деген мағынасы да бар, қатысты деген да мағынасы бар. Сабаққа қатысты деген сияқты мағынада. Олар бүгін болды, яғни сабаққа қатысты, немесе бүгін келді. Ва хараджу қабла қалилин. Және шамал уақыт бұрын, шамал уақыт алдын шығып кетті. Азунну аннахум захабу илал мудири. Мен оларды директорге кетті деп ойлаймын дейді. Раджаат туллабул хамсату ба'да қалилин. فقال لهم المدرس біз оқушы сәлден соң қайтып келді және оқытушы оларға айтты: أإلى المدير ذهبتم يا أبنائي. Ей ұлдарым, сендер директорге бардыңдар ма? قالوا نعم. Олар айтты: يا ذهبنا إليه لأننا ما وجدنا أسماءنا في القائمة. Біз оған бардық, себебі өйткені біз есімдерімізді, өздеріміздің аттарымызды списоктан, тізімнен таппадық дейді. Джаласал мударрису ва қала. Оқытушы отырды және айтты: Ақаратум дарсал амси я абнаи. Сендер кешегі сабақты оқыдыңдар ма, ей ұлдарым? Қалат туллабу. Оқушылар айтты: Наам, иә, қаратнаху ва катабнаху ва хафизнаху. Біз оны оқыдық, яғни кешегі дәрісті. Оны жаздық және оны жаттадық. Сабақты негізі осылай оқу керек. Бізге сабақты жақсылап оқу методикасын айтып отыр. Оқисың, жазасың, кейін жаттайсың. Осы мединский курста да арабша, мысалы, маддал қыраттан сабақтар ақырын жазып келе жатыр. Мединский курстан бірінші томын жазып біттім. Бұның барлығын сіздер оқисыз, ішіндегі жаттығуларды немесе мәтіндерді жазасыз, аударасыз. Мына жақта аудару жайлы енді бұл арабша болғандықтан керек емес. Аударасыз және жаттайсыз. Қала мударрису. Оқытушы айтты: Афахимтумуху. Сендер оны түсіндіңдер ме? Қалу. Олар айтты, оқушылар: Наам, иә, фахимнаху джайдан. Біз оны жақсылап түсіндік, сабақты. Ма асхала хада дарса. Бұл сабақ неткен жеңіл. Мынау таңғалу формасы. Ғажаптану десек болады. Мағынасы: бұл сабақ неткен жеңіл. Қала Абдуррахмани. Абдуррахман айтты: Ана ма фахимту фихи фалафа калиматин. Мен мұнда бұл дәрісі, бұл дәрістің ішінде мен ода 3 сөзді түсінбедім дейді Абдуррахман. Қала мударрису. Оқытушы айтты: Ма хия. Олар қандай? Қала Абдуррахмани. Абдуррахман айтты: Қаратна фиддарси хадихил джумлата. Біз сабақта мына сөйлемді оқыған едік. Оқыдық. Ада джадди минал хуртуми. Менің мағынасын мына айтпаймын, өйткені мына түсінбедім деп тұр. Мына осы сөйлемнің мағынасын сұрап тұр. Ада джадди минал хуртуми. Фама ма'на хадихил калимати тhalафи. Енді мына 3 сөздің мағынасы қандай? Мағынасы не бұл сөйлемдегі 3 сөздің? Қала мұдаррису. Оқытушы айтты:
ада, мына ада деген сөздің мағынасы ма'наха ража'a, оның мағынасы қайтып келу. Екеуі синоним, ража'a мен ада. Вал джадду, ал джадду деген сөз мағынасы ма'наха абул аби ау абул умми, әкенің әкесі немесе ананың әкесі. Вал хуртуму, хуртум дегеніміз асимату судани, Суданның астанасы. Афахимта, түсіндің бе? Қала Абдуррахмани ал-ана фахимту, қазір ғана түсіндім дейді. ثم فتح المدرس كتابه وقرأ درسا جديدا. кейін оқытушы кітабын ашты және жаңа сабақты оқыды. خلق الله الشمس والقمر والنجوم والأرض والبحار وخلق كل شيء وخلق الإنسان من طين. Аят мына жақта астайду билlah. Мына Алла тағала халақо жаратты, күнді, айды, жұлдыздарды, жерді, теңіздерді, барлығын жаратты. Ва халақал инсана мин тинин, және адамды тиннау. Саз десек болады. Саз балшық, саздан жаратты. ثم قام وكتب هذا الدرس على السبورة. кейін тұрды, ثم قام وكتب هذا الدرس, және бұл сабақты тақтаға жазды дейді. رفع محمد يده وقال, Мұхаммед қолын көтерді және айтты: ма мa'на at-tini ya ustazu. Тин деген сөздің мағынасы не, ұстаз? Қала al-mudarrisu, оқытушы айтты: at-tinu ma'nahu at-turabu al-mukhtalitu bil-ma'i. Тин деген сөздің мағынасы at-turab, құм, топырақ. Сумен араласқан, al-mukhtalitu араласқан, bil-ma'i сумен араласқан топырақ. Wa rafa'a Faysalun yadahu, және Файсал қолын көтерді. Фақала лаху al-mudarrisu, оқытушы оны айтты: а'индака суалун я Файсалу. Ей Файсал, сенде сұрақ бар ма? Қала Файсалун наам. Файсал айтты: я инди суалун, менде сұрақ бар. Ал-бихару джам'ул бахри. Ал-бихар деген сөз бахрдың көпшесі ме? Қала al-mudarrisu наам хуа казалика, я дәл солай. Қама al-Хасану ва қал, Хасан тұрды және айтты: ма джам'у самаи я устазу. Сама деген сөздің көпше түрі қандай, я ұстаз? Қала al-mudarrisu джам'уха самаватун. Мұны аяқта жасырын алиф тұр. Самаватун. Ас-сама деген сөздің көпше түрі самаватун, аспандар. Алары теңіздер. Мына жақта мына саз деген секілді. ثم سأل المدرس الطلاب عدة أسئلة. кейін оқытушы оқушыларға бірнеше сұрақ қойды. Оқушылардан бірнеше сұрақ сұрады десек болады. Ал-мударрису ман халақака я Ибрахиму. Сені кім жаратты, Ибрахим? Ибрахим жауап берді: халақани Аллаху, Алла тағала мен жаратты. Ман халақакум я абнаи. Сендер кім жаратты, я ұлдарым? Халақана Аллаху, бізді, халақана, бізді жаратты. Ман халақани я Аббасу. Мені кім жаратты, я Аббас? Халақака Аллаху, сені, мені халақака, сені Алла жаратты. Ман халақа шамса я Абдаллахи. Ей Абдулла, шамс, күнді кім жаратты? Ман халақа шамса. Халақаха, күн әйел тегінде. Халақаха Аллаху, оны Алла жаратты. Ва ман халақа al-qamara я Абдуррахмани. Ал айды кім жаратты? Ей Абдуррахман. Халақаху Аллаху, ертегінде. Оны Алла жаратты. Ва ман халақа нуджума я Ахмаду. Жұлдыздарды кім жаратты? Халақаха, көпше тұр, сол себепті ертегінде. Халақаха Аллаху, оны Алла жаратты. Я устазу, инди суалун лайсат лаху илақатун бид-дарси. Я устаз, менде сабаққа қатысы жоқ сұрақ бар дейді. Сабақпен байланысы жоқ сұрағым бар. Ма хуа, ол қандай? Қарату фи китабин, бір кітапта, я أن النجوم أبعد من الشمس أصحيح هذا. من бір кітапта жұлдыздардың күннен алысырақ екенін оқыдым дейді.
Асахихун хада, бұл рас па, дұрыс па? Наам, хада сахихун. Я, бұл рас. Мимма халақаллаху л-инсана я Уthману. Алла тағала адамды неден жаратты, ей Осман? Халақаллаху л-инсана мин тинин. Мені саздан жаратты деп тұр. Ахсанта я Уthману. Молодец, жарайсың ей Осман. Ахсанта, жақсы істедің деген сөз. Ва мимма халақаллаху л-джанна я Аба Бакрин. Ал жынды Алла тағала неден жаратты? Халақаллаху л-джанна мин нарин. Алла тағала жынды оттан жаратты. Кайфа арафта залика я Аба Бакрин. Бұны қалай білдің, ей Абу Бакр? Арафту залика мин ал-Қур'анил карими. Мен оны Құран кәрім арқылы білдім, Құран кәрімнен білдім. Фаджаа фи суратил А'рафи анна иблиса қала лиллахи. А'раф сүресінде келді. Иблистің Алла тағалаға былай дегені: Анна хойрун минху. Мен одан артықпын, жақсымын. Халақтани мин нарин ва халақтаху мин тинин. Сен мені оттан жараттың, ал оны саз балшықтан жараттың дейді. Ахсанта я Аба Бакрин. Жарайсың ей Абу Бакр. Кам самаан халақаллаху я Абдаллахи. Алла тағала қанша аспан жаратты, ей Абдулла? Халақаллаху саб'a самаватин. Алла тағала 7 аспан жаратты. Ва фи кам яумин халақаллаху самавати вал арда я Абдуррахмани. Қанша күнде, ва фи кам яумин, қанша күнде Алла тағала аспандар мен жерді жаратты, ей Абдуррахман. Халақаллаху самавати вал арда фи ситтати айямин. Алла тағала оларды, міне аспандар мен жерді 6 күнде жаратты. Хада сахихун. Бұл рас. قال الله تعالى في كثير من الآيات إنه خلق 7 سماوات. Алла тағала көптеген, في كثير من الآيات, көптеген аяттарда оның 7 аспан жаратқанын айтты дейді. فقال في سورة الطلاق, талақ сүресінде айтты: Аллаху الذي خلق 7 سماوات. Алла сондай 7 аспанды жаратқан. وكذلك قال في كثير من الآيات إنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام. فقال في سورة الحديد. Сол секілді көптеген аяттарда өзінің аспандар мен жерді 6 күнде жаратқанын айтады. Айтты. فقال في سورة الحديد. Хадид сүресінде айтты: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام. Ол сондай аспандар мен жерді 6 күнде жаратты. في هذه اللحظة رن الجرس وخرج المدرس من الفصل. Осы сәтте қоңырау соқты және оқытушы сыныптан хаража жасады, сыныптан шығып кетті. Тамарину, жаттығулар. Ажиб анил асилатил атияти. Келесі сұрақтарға жауап бер. Но енді манағы мәтінге байланысты сұрақтар. Бұны жазбаша түрде тізбектеп жазып шығасыз жауабында. Кейін өзіңіз диалогпен тексересіз. Кам талибан ваджадал мударрису фил фасли. Оқытушы сыныпта қанша талибті, оқушыны көрді, байқады. Лима захаба тулабул жудуду илал мудири. Жаңа оқушылар директорға не үшін кетті? Осын жауап бересіз, кейін ар жақтан тексересіз. Осындай үшін кетті деп. Ман халақана, бізді кім жаратты? Ман халақал қамара, айды кім жаратты? Түсінікті деп ойлаймын. Сұрақтарға жазбаша түрде жауап бересіз, аударып, кейін жауабыңызды мәтінен тексересіз. Ана хайру минху халақтани мин нарин ва халақтаху мин тинин. Так, міне екінші жаттығу. Мынау аят, аятта мынадай сөйлем келіп тұр. Енді сізге сұрақ: ман қала хада, бұны кім айтты дейді. Вали ман, кімге айтты? Мин айи суратин хадихил аяту. Бұл аят қай сүреден? Осы 3 сұраққа жауап бересіз. ضع هذه العلامة أمام الجمل الصحيحة وهذه العلامة أمام الجمل غير الصحيحة. Енді мына белгіні, галочканы дұрыс сөйлемдердің алдына, ал мына X-ті дұрыс емес сөйлемдердің алдына қойып шық дейді. Мынаны да жауап бергеннен кейін 3 сұраққа мәтінмен тексересіз. 3-ші жаттығу дәл солай. Жазбаша
орындайсыз, кейін мәтінмен тексересіз. Ат-тулабул жудуду 15. Жаңа оқушылар 15. Абдуррахмани ма фахима ма'на 3 калиматин. Абдуррахман 3 сөздің мағынасын түсінбеді. Дұрыс па, дұрыс емес па? Саала Файсалунил мударриса. Файсал оқытушы сұрақ қойды. Ма жам'у самаи. Бұл дұрыс па? Осындай сұрақ қойды ма? Аспанның көпшіп тұрғандай. Катабал мударрису дарси аля сабурати. Оқытушы сабақты тақтаға жазды. Бұл дұрыс па? Енді 4-ші аттуы. Ма мa'нал калиматил атияти. Келесі сөздердің мағынасы қандай? Аттину. Өзіңіз жазбаша мағынасын жазасыз. Тин дегеніміз осындай. Ада деген сөз мағынасы осындай. Ал-жадду деген сөз мағынасы осындай деп арабша жазасыз да мәтінмен тексересіз. Иқра ил-мифала thumma акмил ма яли ала ғирарихи. Мысалды оқы және оны келесі келгенде үлгі бойынша толықтыр дейді. Мына үлгі бойынша. Асимату суданил хуртуму. Суданның астанасы Ал-Хуртум. Асиматул Ирақи Бағдаду. Ирактың астанасы Бағдад. Асиматул мамлакатил арабияти саудияти. Бұл Ар-Рияду, я? Саудиялық араб мемлекетінің астанасы Ар-Рияду. Асиматул Ямани Сон'ау. Йеменнің астанасы Сон'a. Асимату Мисра Ал-Қахирату. Мысырдың астанасы Каир. Иқра ил-амфилата thumma ктубил джумал ал-атия мустa'милан фи'ал ат-та'аджуб. Мына таңғалу. Иқра ил-амфила келес мысалдарды оқы. Thumma ктубил джумал ал-атия кейін келес сөйлемдерді фи'ал та'аджубты қолданып жазып шық дейді. Фи'л та'аджуб дегеніміз міне мана болды ғой. Ма асхала хада дарса деген сөйлем болды мәтінде. Таңғалу. Бұл дәріс неткен жеңіл деген секілді. Енді осы сөйлемдерден осындай таңғалу формасын жасаймыз. Хада ражулу тауилун. Бұл кісі ұзын бойлы. Енді біз таңғалуымыз керек. Бұл кісі неткен ұзын бойлы деп. Ма атвала хада ражула деген секілді. ما أطول هذا الرجل емес. Бұл кісі неткен ұзын. هذا البيت كبير. Бұл үй үлкен. ما أكبر هذا البيت. Бұл үй неткен үлкен. هذه السيارة جميلة. Бұл көлік әдемі. ما أجمل هذه السيارة. Бұл көлік неткен әдемі. هذا الماء بارد. Бұл су салқын. ما أبرد هذا الماء. Бұл су неткен салқын. Ан-нуджуму джамилатун. Жұлдыздар әдемі. Ма аджмала хазихи нуджума. Бұл жұлдыздар неткен әдемі. Хазал қаламу рахисун. Бұл қалам арзан. Ма архаса хазал қалама. Бұл қалам неткен арзан. Ал-луғатул арабияту сахлатун. Бұны міне өзіңіз видеоны паузаға басып жазып аударып шығасыз. Дәл осылай істеп кейін видеомен тексересіз. Ұмытпаңыздар. اللغة العربية سهلة. عرب تل جنجل. ما أسهل اللغة العربية. عرب تل نتكن جنجل. النجوم كثيرة. جلدزار كوب. ما أكثر النجوم. جلدزار نتكن كوب. اللبن حسن. ست جخص. ما أحسن اللبن. ست نتكن جخص. هذه السيارة سريعة. بالكولك جلدام. ما أسرع هذه السيارة. بالكولك نتكن جلدام. القمر جميل. أي أديمة. ما أجمل القمر. أي نتكن أديمة. هذا القميص وسخ. بالكولك كر. ما أوسخ هذا القميص. بالكولك نتكن كر. هذا الفصل نظيف. بالصنب تزا. ما أنظف هذا الفصل. بالصنب نتكن تزا. كلاش تأمل الأمثلة ثم اقرأ الكلمات الآتية واكتبها مع ضبط أواخرها. Мысалдарды зертте, кейін келесі сөздерді оқы, және оларды соңғы харекеттерін қойып жаз дейді. Мухаммадун. Я Мухаммаду. Мына Мухаммед, жай Мухаммед туралы айтып отырмыз. Я Мухаммаду деп Мухаммедпен байланысқан кезде, ей Мухаммед деп. Онда тануын емес, жай ғана дамма болады. Хамидун, я Хамиду. Устазун, я Устазу байланысып жатқан кезде,
жай ғана дамма. Ухту хамидин. Енді бұлар жай бір сөздер. Ал енді мудоф илейх болған кезде пәленшенің пәленшесі мудоф илейх дегенде өткен едік бірінші томнан. Енді осындай мудоф илейх болатын сөз тіркесіне тұратын біреумен байланысқан кезде, мысалы Абдулла, Алланың құлы, бұл мудоф илейх, Алланың құлы. Енді осы ей Алланың құлы деп арабша айтқан кезде, я Абдуллах емес, я Абдаллахи. Мудоф фатхалы болады. Мысалы, я ухта хамидин, ей Хамидтің әпкесі. Я Абдаллахи, Алланың құлы. Я Алию, ей Али. Бұл енді Алланың құлы деген адам аты ғой, Абдуллахи деген. Я Абдаллахи, я Аба Бәкрин деген секілді солай кете береді. Я Алию. Олар енді орындап шығамыз. Өзіңіз оқып шығыңыз. Қазір енді тексереміз видеоны жалғастырып. Я Алию, я Аббасу, я Раджулу, я Бинту, я Шейху, я Марьяму, я Абдаллахи, я Бинта Халидин, ей Халидтің қызы. Я Саиқа Сайярати, ей көлік жүргізушісі, көліктің жүргізушісі. Я Саиқа Сайярати. Я Умма Саадин, ей Саадтың анасы. Я Абдар-Рахмани, ей Рахманның құлы. Я Раббал Кәбати, ва Қағбаның Раббысы. Я Имам Ал-Масджиди, ей мешіттің имамы, фатхалы. Я Бна Аббасин, Аббастың ұлы. Я Аба Бәкрин, мына. Наяқта вауын орнына фатха секілді алиф болады. تأمل الأمثلة ثم عين فيما يلي جمع المؤنث السالم واضبط آخره. Мысалдар зерте кейін келес келген нәрселерде жам муаннас салим деген нәрсені белгілейді. Сау әйел тегінің көпше түрі. Бұл қалай? Әйел тегіндегі сөздердің көпшесі. Сау жалпы көпше әрбір сөздің көпше түрі болады. Бұл көпше түрлер әртүрлі болады. Ер тегіндегі сөздердің көпше түрі, әйел тегіндегі сөздердің көпше түрі, және үшіншісі сынық. Мысалға қараңыздар. Мысалға келтірмесем, түсіндір қиындау болады. Қаламун, бұл сөз ер тегінде. Ер тегінде болса да, бұл сөздің көпше түрі арнайы бір формулаға сүйенбейді. Көпше түрін бөлек жаттайсыз. Ал мынандай сөздер бар. Олардың көпше түрі арнайы бір формуламен жазылады. Жай уна деген жалғаймыз. Мударрисуна, бұл ер тегінде. Енді мына сөзді әйел тегінде жазатын болсақ, мударрисатун. Мына арнайы осындай формуласы бар. Жай ғана алифпен та жалғанады. Әйел тегінің көпшесіне алма жақта вау мен нун жалғанады. Енді бұның арнайы бір формуласы болғандықтан, жай ғана бір дайын жалғай салатын болғандықтан, бұларды араб тілде мына наны жам'ул мудаккари салим дейді. Сау ер тегінің көпше түрі, мынау сау жам'ул муаннафи салим, сау әйел тегінің көпшесі. Ал мынау деген жам'у таксир, бұл сынық сөздер. Бұның арнайы формуласы жоқ, әрқайсысы әртүрлі. Мысалы қараңыздар, ақламун байтун деген сөз бар. Бұның көпшесі буютун. Бұл да бір жай бұны байтуна деген жоқпыз, немізге байтатун деп екеуін біруін жалғай салған жоқпыз. Сол себепті бұларды сынық дейді. Бұның арнайы бір формуласы жоқ, жеке-жеке бөлек жаттаймыз. Енді мына жақта мына сайяратун деген сөз, бұл мына категорияға кетеді. Мына сайяратун көпшесі, бұл жам'ул муаннафис салим. Бұған жай ғана алиф пен таны жалғай саламыз. Сол себепті бұл осы жам'ул муаннафис салим деген категорияға кетеді. Жай ғана унан жалғадық. Алиф пен таны жалғадық. Енді сондай жам'ул муаннафис салим деген мына категориядағы
сөздерді белгілеп шығуымыз керек. То есть соңғы харекеттерін, бұларды белгілеп, бұлардың соңғы харекеттерін қойып шығуымыз керек. Енді қараңыздар, қазір тағы да түсіндіретін мәселе бар. Бірінші сөйлемді оқиық. Руайту сайяротан, мен көлікті көрдім. Кімді нені деген сұраққа жауап беретін сөз араб тілінде осыған дейін айтқан едім, мафулен бих болады, яғни табыс септігіндегі сөз. Толықтауыш табыс септігінде бұл фатхалы немесе тануин фатха болады. Алифлям жалғанса жай ғана фатха, алифлям болмаса тануин фатха. Енді осыны көпше түрі руайту сайяратан демейміз, сайяратин. Алифта фатханы қабылдамайды, фатханың орнына кәсіра болады. Осы қысқаша ғана түсіндіру өтейін. Тереңінен бұған бір арнайы грамматикаға арналған кітаптарды өтеміз. Кеңінен жалпағынан түсіндіруге. Ал қазір жай ғана бұның көпше түрі, мынандай алифта фатханы немесе тануин фатханы қабылдамайды, оның орнына кәсіра. Саалатил мудирату талибата. Директор оқушы қызды сұрады. Немесе оқушы қызға сұрақ қойды, немесе оқушы қыздан сұрады. Саалатил мудирату талибати. Талибата болмайды, талибати. Бұл джам'ул муаннафис салим деген категория кіретін сөздердің ерекшелігі. Фатхан орнына кәсір қабылдайды. Қараътул маджаллата, мен журнал оқыдым. Қараътул маджаллати, журналдарды оқыдым. Көпше түрі кәсір болады. Халақаллаху шамса вал қамара вал нуджума вал бихара вал арды вал самавати. Нақта вал самавати. Вал қамара вал нуджума вал бихара вал арды вал самавати. Неге кәсіра? Себебі бұл джам'ул муаннафис салим. Фатхан орнына кәсіра қабылдайды. Бұнда ережеге бағынбайтын сөздерді біз өткен едік. Мединский курсының соңында, бірінші томның соңында, егер естеріңізде болса, мамну мина сарф деген категориядағы сөздерді өткен едік. Хойру мунсариф дейді, грамматикалық тағы бір синонимі, атауы. Мамну мина сарф деген, мысалға қараңыздар. Бұлар толық жіктелмейтін сөздер. Орысша двухпадежные слова дейді. Мысалы, маккату. Біріншіден бұл тануин қабылдамайды. Бізде негізі тануинді қандай сөздер қабылдамайды? Алифлям жалғанса ғана. Бұлар алифлям болмаса да тануинді қабылдамайды. Қараңыздар, кез келген сөз алифлямсыз тануинмен аяқталады. Алифлям келген кезде ғана жай дамманың өзі ғана болады. Бұлар алифлямсыз-ақ даммалы болады. Екіншіден, бұлардың ерекшелігі кәсіра қаулау керек болған кезде, мысалы, «Захабту илал байти» дейміз біз, қарапайым сөздерді қолданған кезде кәсіра болады. Иля деген харф жар. Бұлардан кейінгі сөздер кәсіра болады. Енді мамну мина сарфтың категориясына кіретін сөзді қолданған кезде «Захабту иля макката». Біз кәсіраның орнына фатха қоямыз. Кәсіра болу керек болғанның өзінде біз фатхалы қыламыз, өйткені бұл сөз, мұндай сөздер мамну мина сарф. Тек қана екі харекет қабылдайды. Фатха тұру керек болған кезде бұлар, керісінше кәсіра тұру керек болған кезде бұлар кәсіраның орнына бұларға фатха қойылады. Ал мынау джам'ул муаннафис салим деген категориядағы сөздер, бұларға керісінше фатханың орнына кәсіра қойылады. Міне, руайту сайярота. Негізі осылай. Руайту деген өтінді етістік, кімді нені, бұдан кейінгі сөз, кімді нені деген сұраққа жауап беріп тұр, табыс септігінде тұр. Ал табыс септігін сөздер, бұлар арабша мафулун бих, олар фатханы қабылдайды. Бірақ джам'ул муаннафис салим, мұның көпшесі
жам'ул муаннафи салим деген категория кірген себепті сау әйел тегінің көпше түрі бұларда фатханың орнына кәсір қабылдайды. Екеуін жаттап алыңыздар. Мамну мина сарфта кәсіраның орнына фатха, ал жам'ул муаннафи салимда фатханың орнына кәсіра. Бұған қатты енді тереңнен кіріп миымызды ашытпаймыз. Бұны толығырақ біз арнайы грамматикаға арналған кітаптарда өтетін боламыз. Ал қазір жай осылай ғана түсінсеңіз жеткілікті. Саалал абул абнаа вал банати. Әкесі балалары мен қыздарына сұрақ қойды. Катабту хазихил калимати. Мен мына сөздерді жаздым. Хазихил калимати. Раайтул атиббаа ва табибати. Мен ер дәрігерлерді және әйел дәрігерлерді көрдім. Мына жақта өзіңіз оқып жазуды және белгілеуді ұмытып қалмаңыз. Бірінші паузаға басып өзіңіз орындайсыз жаттығуды, кейін жалғастырып тексересіз. Ғасалал валаду сайярата. Бала әл-валад көлікті жуды. Әс-сайярата кімді нені? Көлікті. Сол себепті фатха. Енді ғасалал валаду сайярата болмайды, сайярати. Өйткені жам'ул муаннафи салим алифта. Бала көліктерді жуды. Ахозта ар-риялати я бания я бунайя. Шатасып кеттім. Я бунайя. Ей балам, риалдарды алдың ба? Ақшаны, я? Ар-риялати кімді нені? Фатха болу керек, бірақ жам'ул муаннафи салим болған себепті кәсіра. Саала Билалун зумалааху. Билал сыныптастарына сұрақ қойды. Саалат Зайнабу замилатиха. Зейнеп сыныптас қыздарына, сыныптас құрбыларына сұрақ қойды. Қаратул кутуба ва сухуфа вал маджаллати. Мен кітаптар, сухуф газеттер және журналдар оқыдым. Вал маджаллати. Раайту ихвата Хамидин ва ахаватихи. Мен Хамидтің бауырларын ихвата. Мудаф және фатхалы. Кімді нені? Хамидтің бауырларын және оның қарындастарын көрдім. Ва ахаватихи. Құрана хадихи сафахати. Біз мұна беттерді оқыдық. هذه الصفحات تأمل المثال ثم أدخل همزة استفهام على الجمل الآتية. Мысалды зерте кейін همزة استفهام сұрақ қоюға арналған хамзаны келесі сөйлемдерге кіргізді. Әл-бихару жам'ул бахри. Теңіз, бихар деген сөз бахардың көпшесі. Бұл жай ғана сөйлем. Ал енді сұраулы сөйлемге ауыстыратын болсақ, бихар, бахардың көпшесі ма деп сұрайтын болсақ, онда ма, ме, ба, бе деген араб тілінде алиф, хамзалы алиф арқылы белгіленеді. Сосын бөлек алиф әл-бихару деген сөз. Екеуі енді қосылған кезде әл-бихару жам'ул бахри наны созамыз. Жай ғана хабарлама сөйлем. Әл-ана харачта. Сен қазір шықтың. Енді сен қазір шықтың ба деп сұрағымыз келсе, әл-ана харачта. Сен қазір шықтың ба? Мына жаққа хамзаны қоямыз. Хамза мен алиф екеуі қатарынан тұрған себепті бұл созылады. Әл-ана. Әл-яума раджа'a абука мин Димашқа. Бүгін сенің әкең Дамасктан қайтып келді. Қайтып оралды. Әл-яума раджа'a абука мин Димашқа. Бүгін сен әкең Дамасктан қайтып келді ма? Әл-мударрису маридун. Оқытушы ауырып жатыр ма? Бірден айналдырамын. Мынаны оқымай. Әл-мудиру қала хакада. Директор осылай айтты ма? الطالب الجديد كسر هذا الكرسي.
Жаңа оқушы мына орындықты сындырдың ма? Ахада талибу дарабака. Ахада талибу дарабака. Мына оқушы сені ұрды ма? Деген секілді. تأمل المثال ثم أجب عن الأسئلة الآتية على غراره. Мысалды зертте, кейін келесі сұрақтарға үлгі бойынша жауап бер. Мән халақака халақани Аллаху. Сені кім жаратты? Мені Алла жаратты. Мән дарабака дарабаниял мударрису. Мені оқытушы ұрды. Мән саалака хада суала. Саған бұл сұрақты кім қойды? Саалани хада суалал мударрису. Маған бұл сұрақты оқытушы қойды. Раакал мударрису фил масджиди. Оқытушы сені мешітте көрді ме? Раани. Я мені көрді. Мына ра'a ол көрді. Енді сен мені көрдің деп айтатын болсақ, рa'ата демейміз, рa'айта. Сен мені көрдің. Ta'ammalil kalimatal atiya. Келесі сөзді зертте. Мағна өзі ғана. Енді бұған дамир жалғанған кезде бит жазып барып ху деп қоя салмаймыз. Мынау алиф мақсура бұл кәдімгі алифке айналып кетеді. Ма'наху ма'наха. Ta'ammalil kalimatil atiya. Келесі сөздерді зертте. Min ма сұрақ қойған кезде. Бұны алифті жазбаймыз. Алифті жазатын болсақ, бұл сұраулы сөйлем болмайды. Бұл хабарлама сөйлем болып кетеді. Сұраулы сөйлемдерді алиф жазылмайды. Мимма халақаллахул инсана. Алла тағала адамды неден жаратты? Халақаху мин тинин. Оны топырақтан жаратты. Саздан, я. Бима қоталтал хайята. Жыланды немен өлтірдің? Қоталтуха бил хаджари. Мен оны таспен өлтірдім. Сұраулы сөйлемдерді алиф жазылмайды. Алиф хабарлама сөйлемдерді қойылады. Мимма деп айтуға болады алифпен. Бірақ ол хабарлама сөйлемдерді. Бима деп. Мәні лима. Лима ахрачта минал фасли. Сыныптан неліктен шықтың? Харачту ли аннани маридун. Мен шықтым себебі мен ауырып жатырмын. Амма не жайлы, я? Амма бахатта фил мадрасати. Амма өзі не жайлы, ал бахатту ан деп айтамыз ғой. Бұл етістіктің арнайы жалғауы. Етістікпен тіркесетін сөз. Сол себепті не жайлы демейміз, нені іздеп жатырсың? Нені іздедің мектепте? Мектепте нені іздедің? Бахатту ан саати, мен мектепте сағатымды іздедім. Амма саалтал мударриса. Оқытушыдан не жайлы сұрадың? Саалтуху анил имтихани, мен одан имтихан жайлы сұрадым. تأمل المثال ثم اكتب الجمل الآتية بعد تحويل الكلمات التي تحتها خط إلى جموع. Мысал зертте кейін келесі сөйлемдерді астында сызығы бар сөздерді көпше түрге айналдырғаннан кейін келесі сөйлемдерді жазып шық дейді. Мысал зертте және кейін астында сызығы бар сөздерді көпше түрге ауыстырғаннан кейін келесі сөйлемдерді жазып шық дейді. Манил фаталлати хаража минал фаслил ана. Мысалдағыда қараңыздар. Қазір сыныптан хаража шықты, аллати хаража шыққан. Қазір сыныптан шыққан жігіт кім? Енді осыны көпшеге айналдырамыз. Манил фитятуллазина хаража минал фаслил ана. Қазір сыныптан шыққан жігіттер кімдер? Дәл осы мысал секілді келесі сөйлемдерді көше түрге айналдырамыз. Манир ражулу лази дахала байтакумул ана. Қазір сендердің үйіне кірген кісі кім? Манир риджалу лазина дахалу байтакумул ана. Жазасыз, кейін тексересіз. Манир риджалу лазина
دخلوا بيتكم الآن. من الرجال الذين دخلوا بيتكم الآن؟ سينر إينيا قازر كرген كسلر كمدر. أين الطالب الذي جاء أمس؟ كيش الذي جاء كلجن وخش كم قيدة. أين الطلاب الذين جاءوا أمس؟ كيش كلجن وخش القيدة. ضربت الولد الذي ضربني. من أرغام بلان أردم. من ضربني. من أرغان ضربني أرض. الذي ضربني من أرغان بلان أردم. ضربت الأولاد الذين ضربوني. من أرغان بلالار دردم. ضربت الأولاد الذين ضربوني. وصلي وضع كلشت وتأمل المثال ثم اكتب الجمل الآتية بعد تحويل الكلمات التي تحتها خط إلى الجموع. دال صلى الله عليه وسلم. الطالبة التي دخلت الفصل الآن من الهند. قازر سنقا كرجين وقوش قص من الهند اندستانان. الطالبات التي دخلنا الفصل الآن من الهند. قازر سنقا كرجين وقوش قصدر اندستانان. الفتاة التي عند المديرة أخت مريم. ديريكتورنун козорундағы қыз أخت مريمнің әпкесі. الفتيات اللاتي عند المديرة أخوات مريم. واضح. الفتيات اللاتي عند المديرة أخوات مريم. الفتيات اللاتي عند المديرة أخوات مريم. ديريكтордың қозырындағы қасындағы қыздар Марьямның әпкелері. الطبيبة التي في مستشفى الولادة من إنكلترا. роддомдағы перзентханадағы дәрігер әйел Англиядан. الطبيبات اللاتي في مستشفى الولادة من إنكلترا. перзентханадағы дәрігер әйелдер Англиядан. المرأة التي دخلت بيتنا عمتي. біздің үйге кірген әйел عمتي менің тәтем, әке жақтан туысы, әкесінің қарындасы деген сияқты. النساء اللاتي دخلنا بيتنا عماتي. так, бір нәрсе болды жаңа. жарайды. النساء اللاتي интернет дұрыс істемей тұр. жарайды. тез بدر التنسيق. النساء اللاتي دخلنا بيتنا عماتي. біздің үйге кірген әйелдер менің тәтелерім дейді. الأسماء الموصولة қатыстық есімдіктер относительное местоимение дейді орысша. бұлар الذي, الذين, التي, اللاتي. الذي сондай, ғанген, қанген деп жалғанады етістікке. الذين көпшесі, التي әйелтегін жекешесі, اللاتي әйелтегін көпшесі. المفرد жекеше, المذكر мына ертегінде оның жекешесі мен көпшесі. الذي, الذين көпшесі. من الفتى الذي دخل الفصل الآن. сынып қазір сыныпқа دخل кірді. الذي دخل кірген жігіт кім. من الفتية الذين دخلوا الفصل الآن. қазір сыныпқа кірген кісілер жігіттер кімдер. المؤنث أيلتيجا. المفرد الجمع جكش كوبشه. من الفتاة التي دخلت الفصل الآن. قازر سنقا كرجن قزقم. من الفتيات التي دخلنا الفصل الآن كوبشه اللاتي. ومبيسن شجرته كون جملا مستعملا الكلمات الآتيات. الكلمات الآتية
келесі сөздерді қолдана отырып сөйлемдер құрастырады. Сөйлемдер құрастырасыз, комментарийға жазасыз. Мына сөздерді қолданып әл-калиматул жадидату, жаңа сөздер, қаиматун тізім, көпшесі мағына, мағына, тиынун сазбалшық, нарун от, илақатун бір байланыс, лахзатун сәт, мгновение деген мағына, жарасын қоңырау, иддатун бірнеше, хадара қатысты келді, халақа жаратты, рафаа көтерді, ахсанта жарайсың сен, ранна соқты, қоңырау соқты. Келесі 10-шы дәрісі кездескенше сау болыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.